Қайырлы күн тағы да келесі есептерді талдауымызды бастайық. Әдеттегі есептерімізді бекбат ғой. Біз мана 8-ші есепке келіп едік, енді ары қарай жалғастыра берейік та 9-ші есебімізді. Ұмытпасақ. Жақсы, 8-ді шығарып 9. Енді дәл солай формуланы пайдаланамыз. Жарық су үшін өткен кезде енді сыну бұрышы деп сразу айтылған, ол берілген. Бетта 30 градусқа тең. Жарық су ішіне өткенде деген сөз, значит, жарық ауадан суға өтіп жатыр деген сөз. Значит, бірінші ортаның сыну көрсеткішін 1 деп аламыз. Екінші ортаның судың сыну көрсеткіші ол 1,33 деп тұр. Тау керек бізге жарықтың түсу бұрышы. Дәл жаңағы формуланы пайдаланамыз. N1 көбейтілген синус альфа тең болады N2 көбейтілген синус бета болады. Осыдан сіздер енді синус альфаны табасыз. N2-ні синус бета көбейтіп n1-ге бөлеміз. Сонда получается n2 1,33 көбейтілген синус бета 0,5 2-ден 1 немесе синус 30 градуста немесе 0,5 деп жазсаңыздар болады. n1 1-ге тең. Сонда получается 1,33-ті 0,5-ге көбейтеміз. Енді сан 0,5-ге көбейтеміз, соның жартысы болады ғой да, получается жартысы 0,665 болды. Енді бізге енді бұның ар синусын табу, яғни бұл қандай бұрышқа сәйкес келетін, ол үшін енді бізде альфа тең болады арк синус 0,665. Получается қандай бұрышқа сәйкес келетін өздеріңіз таба қойыңыздар, яғни кестемен немесе жаңағыдай калькулятормен. Келесі дәл осындай бір сағындық есептерді мен шығармай ақ қояйын. Енді барлығының несіне осы бір ғана формуламен өрнектеумен шығады. Енді мен 11-ге көрсетіп кетейін. 11-де жалпы кез келген мынандай нәрсені есте сақтау керексіздер. Кез келген ортаның сыну көрсеткіші берілсе, сол ортаның жылдамдығын табуға болады сразу да. Ол үшін бізде мынандай формула пайдаланасыз. Яғни қандай ортаның сыну көрсеткіші беріледі, сол ортадағы жылдамдықты таба аласыз. Яғни бізде n берілген, значит, получается v-ны таба аламыз деген сөз. Осыдан v-ны табатын болсақ, с бөлінген n. С деген жарықтың вакуумдағы жылдамдығы ол 3 көбейтілген 8 дәрежесі. N деген неше бізде 1,5 болады. 3-те 1,5-ге бөліп жібересіздер 2 көбейтілген 8 дәрежесі метр секунд деген жауап бересіздер. Келесі 12-де тоже көрсетіп кетейін, мына ұқсас формула бар. Енді әртүрлі формулалар бар жалпы талда. Ол үшін бірақ мен мынандай формула ұсынар едім. Енді бірінші түсу бұрышы берілген. Жарық мынандай ортаға келіп түседі десе, сразу ол түсу бұрышы, сыну бұрышы бета 30 градус. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші n1 1,5. Екінші ортадағы жарықтың тарау жылдамдығын тап дейді v2. Ол үшін не істейміз? Мынандай нәрсе. Сіздер бірінші мына формуланы пайдаланып, біз мынадан жазып жатқан n1 көбейтілген синус альфа тең n2 синус бета деген сияқты. Осыдан просто n2-ні тауып алыңыз, асықпай. n1 көбейтілген синус альфа бөлінген синус бета деп. Синус альфаға енді 45 градус мәнін қоясыз. Получается былай. n1 нешеге тең? 1,5-ге тең да, получается. Енді синус 45 градус қанша болды? Біраз 2 бөлінген. 2 синус бета 30 градус 2-ден 1-ге тең да. Осыдан осы қойып есептейсіз де n2-ні тауып аласыз. n2-ні тапқаннан кейін мана айттық қой біздер. n2-ні тапсақ, сол ортадағы жылдамдықты таба аламыз мынадай формуладан. n2 белгісі болса, v2 белгілі деген. Сонда жарықтың жылдамдығын осы тауып алған n2-ге бөліп жібереміз. Болды. Есептеуден мен уақытты создырмай сіздердің еншілеріңізге қалдырдым. Мына жерде 13-те дәл сондай, сондықтан келесі 12-13-ге де қалмай ақ қояйық. Енді мына жерде получается, мына енді мен сурет салуға өте көп жоқпын, сондықтан приблизительно салып қояйын. Егер мен суретін дұрыс шықпай жатса, онда получается сіздер мына жердегі суреттен белгілеп көрсетуге тура келеді сіздерге.
Но бізде получается одан кейін мынаны былай жазайық. Келесі мен енді кішкентай кезімнен осындай бір нені істеймін ба, сурет салып жазу керек екен, прям шыны керек ойнау керек. Енді қараңыз, получается мынандай сурет. мынау бізде пластинаның несі, биіктігі дейік, қалыңдығы, ол ашық. мынау бізде көлденең бағыттан ығысуы, жарықпен мына жақтан келе жатыр. мынау көлденең бағыттан ығысуы. мына қараңыз, мына жерге перпендикуляр тұрғызайық. мына жердегі бұрышты альфа дейік. енді мына есептер шығару үшін біз нені әріптендірмелеу керекпіз үшбұрыштарға. мына жер а болсын, мына жер в болсын, мына жер с болсын, мына жер д болсын. енді мына жердегі бұрыш альфа болса, мынау сынған сәуле мынау ғой. яғни мына жердегі бұрыш бізде бета болады, сыну бұрыш болады. енді қараңыз, бірінші, допустим, біздер қазір авс үшбұрышын қарастырайық. мына жердегі бұрышты қалай табамыз? енді қараңыз, мына жердегі альфа бұрыштан мына жердегі бета бұрышты алып тастасақ, сонда бізде мына жердегі бұрыш шығады. розовый немен көрсетіп қояйық. мынау фи деген бұрыш деп алайықшы. сонда фи бұрыш мына жерде альфадан бетаны азайтындысына тең болады. енді қараңыз, бізде мына авс үшбұрышының бірінші қараңыз, гипотенуза асы ав мен вс екеуі катет болады. енді мына бұрышқа қарама жатқан катет, мына фи бұрышына қарама жатқан катет, ол бізде не болады? қарама жатқан катет болады да. яғни қарама жатқан катеттің x-тің, яғни св-ның гипотенуза қатынасы асығы да, гипотенуза деген, ол бізде қарама жатқан катеттің гипотенуза қатынасы синус береді, синус фи болады. ары қарай енді біз керісінше екінші бұрышты қарастырайық. асы бұрышын қарастырайық. енді мына жерден қарап тұрсақ бізде не берілген? бета бұрыш берілген. енді екеуіне ортақ, мына қараңыз, мына авс үшбұрышына және асд үшбұрышына ортақ бізде қабырға бар, ол асы қабырғасы. сондықтан екі теңдеуден соны жойып жіберу үшін маған сол немен байланыстырған жақсы. сондықтан бізде мына жерден наоборот бізде гипотенуза асы h деген мына жерде биіктігі, ол не іргелес жатқан катет болады. яғни h-тың іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бізде косинус береді. енді бұрыш мына жерде бета болады. енді бізде сонда мынадай теңдеу шықты да. x бөлінген асы тең болады синус фиға, h бөлінген асы тең болады косинус бетаға деген. екі теңдеуден енді не телерден асы тең, бірінші теңдеуден асын табатын болсақ, x-тің синус фиға қатынасы, екінші теңдеуден мынадан асын табатын болсақ, ол h бөлінген косинус бетаға тең. x деген мына көлденең бағыттан ауытқуы, мына 2 сантиметр, h дегеніміз мына жердегі пластинаның қалыңдығы. енді ары қарай осыдан бізге пластинаның қалыңдығын табу керек болатын болса, h-ты табу керек болатын болса, x-ті косинус бетаға көбейтіп синус фиға бөлеміз. енді фи деген жаңа айттық, бұрыш альфа азайтылған бетте, сонда получается x тең болады косинус бета, ал синус фи деген альфа азайтылған бета болады. мына осы формуланың орнына қойып есептейсіз. бізде не бар ғой да, альфа бар, бета жоқ. енді альфа бар, бетаны табу ол проблема емес, ол үшін былай жасайды. n1 көбейтілген синус альфа тең болады n2 көбейтілген синус бета деп. енді жарық ауадан келді, n1 бар, яғни n1 тең болады 1-ге синус альфа жалпы мына жерде 45 градусқа тең, яғни синус 45 градусты 2 бөлінген 2. n2 пластинаның сын көрсеткіші бізде бар, 1,6 деп тұр. осы бетаны таба қоясыз да, мына жердегі мына x деген h-ты табатын формулаға қоясыз.
енді мына есеп басқа вариантпен де келіп жүр. Енді x-ті сұрайды, мына көлденең бағыттан ағысуы жарықтың. Онда x-ті тау керек болатын болса, формула мынандай болады. H наоборот синус фиға көбейтесіз де, ну гамма синус гамма немесе бөлесіз косинус беттаға. Синус гамма мына жердегі жаңа айтып синус альфа азайтылған бетта болады. Сонда x-тің формуласы h получается синус h синус альфа азайтылған бетта бөлінген косинус бетта болды. Кеттік келесі есебімізге, өздеріңіз до конца шығарып қарарсыздар. Видеоның уақытын экономдау, үнемдеу мақсатында. Қандай жағдай жинақшы кестесінің жалған береді. Яғни д тең f үлкен болған кезде дан мына вариантқа да. Яғни f-тан кіші қашықтыққа орналасқан жағдайда жалған кескін береді. Мысалы, мынау жинағыш линза, мына жеріңіз сіздің фокус болатын болса, дене мына f-тан кіші фокус мына жерде орналасса, мына аралықта орналасса. Келесі мынаны айттық. df-тан кіші дедік. Қандай жағдайда дене көсілген өрісін деді, d тең 2f-қа суретпен салып көрсеңіздер де болады, немесе осылай жаттап алсаңыздар да болады. Енді біздер жинағыш линзаларға байланысты, жинағыш линзаны всегда қолмен ұстап көрген кезде ортасы қалың болады. Яғни екі шетімен салыстырғанда. Мынаның ортасы қалың ба? Екі шетімен салсам, мынаның ортасы қалың ба? Мынаның ортасы қалың болса, значит 1, 2, 3 деген вариант ол бізде жинағыш линза болады. Ал енді наоборот екі шеті қалың болатын болса, ортасымен салыстырғанда, ол бізде шаршағыш линза болады. Қос дөңес деген сөз. Мына дөңес деген сөз жүгіріп шықтым дөңеске деген сияқты. Дөңес деген екі жағы былайына болатын болса, онда получается екі жағы ортасы қалың деген сөз. Ортасы қалың, ну бірнеше линза да получается. Ол бізде жинағыш линза болады. Ал енді қосып ойыс десе, екі жағы да ойыс. Онда получается бізде шаршағыш линза болады. Енді жаңа айттық, орта қолмен ұстаған кезде, ну салыстырған кезде екі шетімен, мысалы, мына шетімен мына шетін салыстырамыз. Мына екі шетімен ортасындағы. Ортасы қалың болса, жинағыш линза болады. Келесі. Мына жерде дәл сондай формула, просто шатасып кетпеу керексіздер. Мына жерде сізге қайсысы екенін айтып тастаған, суретке қарап табасыздар. Яғни мына жерде міне қараңыз. Мынау түсу бұрышы дегеніміз не? Перпендикуляр. Мынау түскен сәуле, осының арасында бұрыш бізде альфа болады. Енді қарайық суреттен. Альфа нешеге тең? 90-нан 30 алғанда, значит 60. Синус альфамыз түсу бұрышы мынау. Ал сыну бұрышы 270 пен мына жер ғой сыну бұрышы. 270-тен 240 алғанда 30 градус болады. Сондықтан қайсысы сіздерде түсу бұрышы, ну қайсысы альфа, қайсысы бетта екенін қаражат алмаған кезде, солай суретке қарайсыздар. Манағы мен сіздерге берген формула бар емес па? N1 көбейтілген синус альфа тең болады N2 көбейтілген синус бетта деген осы формуланы пайдаланып таба аласыздар. Келесі жалпы кескін санын тап деген кезде бізде қандай формула береді? 360-ты бөлесіз мына берілген альфаға, сосын азайтасың бірден. 360-ты деген получается 45-ке бөлесіз, азайтасың бірден. 360-ты 45-ке бөлген кезде қанша болады? Ну 8 болады, получается 8 болу керек. 368 бөлесіз. А 8-ден бір алғанда, ну 7 болады да, получается. Осылай болу керек. Келесі, осындай есептерге көп әріптестер қиналады екен, жалпы. Мынандай нәрсе, былай сызып аласыз. Мына жерде, мысалға, допустим, ағаш тұр да. Ағаштан күн сәулесі келіп жатыр. Мына күн сәулесі түсіп жатқан сәуле. А мына аймаққа дейін түседі, а мына аралықта, мына. Осы аралықта ағаштың көлеңкесі пайда болады. Мынау бізде ағаштың көлеңкесін үлкен аш дейік. Ну, пока әзірше. Енді мына жерде бір адам тұратын болса, міне, оның биіктігі, ну, ойын кішкентай аш деп берейік. Ал адамның көлеңкесі қай жерде болады десек, бұл мына жерде болады, көкпен көрсеткен. Бұл адамның көлеңкесі. Мынау аш деген адам биіктігі. Ал ағаштың көлеңкесіне еще мына аралық кіріп кетеді. Мен тағы басқа немен көрсетейін. Мына көрдіңіз ба? Ағаштың көлеңкесі еще мына түспен, мына көк түс және мынау қандай қоңыр түсқа екі түс. Екеуінің қосындысы осы ағаштың көлеңкесі болып табылады. Ал адамның көлеңкесі тек қана мына көк түс. Енді қараңыз. Сіз егер мына жердегі бұрышқа байланысты екеуінде ортақ қой бұрыш. Егер сіз мына ненің табанын адамның көлеңкесін адам биіктігіне бөлсеңіз, адамның көлеңкесін просто x деп алаймыз да, не істейміз? Мында қазір есептің берілгенін оқып алайын. Адамның көлеңкесі 1,2. Яғни мына жерде көк сызықтың ұзындығы 1,2. Егер сіз адамның көлеңкесін адамның биіктігіне, бойының биіктігіне бөлсеңіз,
онда мына жерде ағаштың көлеңкесі бізде неше дейді? 1,5 есе үлкен дейді. Яғни адамның көлеңкесі 1,2 болатын болса, содан 1,5 есе үлкен десе көбейтіп жазасыз. Адамның көлеңкесінен 1,2 ғой, онда содан 1,5 есе үлкен дейді. Ал ағаштың биіктігін үлкен аш деп белгілейміз. Сонда қандай соотношение орындалды қараңыз. Адамның көлеңкесін адамның биіктігіне бөлдік. Тең болады ағаштың көлеңкесі бөлінген ағаштың биіктігі. Міне осындай соотношение тең болады. Енді ары қарай бізге енді берілген бәрі бар сияқты. Енді пропорцияның қасиеті жаңағы кубилигация дей ме? Былайынан көбейтіндесе тең болады осылайынан дегенді қазір жазатын боламыз. Енді значит 1,2 көбейтілген үлкен ағаштың биіктігі 1,2-ні 1,5-ке көбейтсек, қазір 1,2 көбейту 1,5. 1,8, да, получается. Аха, көбейтілген h қанша? Бізде h дегеніміз бізде адамның бойының ұзындығы 1,6, да. Дұрыс есептеп жатыр, қазір қайталап алайын, яғни 1,2 дегеніміз көлеңкесін адамның бойының ұзындығына бөлдік. Адам бойының ұзындығын 1,6 дедім, иә. Содан кейін ағаштың көлеңкесін ағаштың ұзындығын дұрыс енді. Енді мына жерде есепте берілген 1,2 h деген адамның ағаштың биіктігі. Енді кішкентай ағаш бар еще мына жерде, да, 1,2 көбейтілген 1,5 дұрыс қой, да? Онда енді қазір қоттай 1 минутқа шатасып кетпейік деп жатқаным ғой. Енді сіздерге дұрыстап түсіндіріп жатқан болсын, ашты тұрайық. 1,8-ді көбейтесіз 1,6-ға бөлесіз 1,2-ге. Енді получается 2,4 деген жауап шығып тұр екен. Осындай жауап. Енді вроде бәрін қойдық та, қайталап бір тексеріп алайын. Сіздерге не, қате жауап кетіп қалмасын. Яғни мынаған бөлдік. Астыңғы несін мынаған. Ал мынаны көлеңкесін мынаған бөлдік. Дұрыс. Вроде сосын пропорцияның қасиетін пайдаландық. 12 көбейтілген h тең болады мынау. 12 көбейтілген 1,6. Мына екеуін көбейтіп жібердім, сосын барып еще 1,6. 1,2-ні неге көбейткен кезде 1,2-ні көбейтеміз 1,5-ке көбейтеміз еще h деген 1,6-ға. X 88 шықты, X 88 бөлесіз 1,2. Жауап осылай қалады. Қайталап тексеріп шықтық, сіздерге қате жауап бермес үшін. Яғни мына жауап екен. Ары қарай кеттік, фокус аралығы дейді. Фокус аралығы берілген 8 сантиметр. Одан кейін наш линзамен жалған кескін алынады дейді. Жақсы. Линза көмегімен линзадан дененің жалған кескін алынады дейді. Кескіннің қашықтығы берілген, яғни 24 сантиметр. Дененің линзадан қашықтығын айту керек дейді. Кішкентайда. Получается, былай жасайсыздар. 1 бөлінген f тең болады дене аш линза болғасын 1 бөлінген d. Жалған кескін алынады деген жерде оның алдын минус алу керек. Ары қарай 1 бөлінген f мына жаққа плюспен кетеді. Ал мына жақта 1 бөлінгенде осылаймен қала береді. Енді орнына қойсақ 1 бөлінген 8 сантиметр қосылған 1 бөлінген 24 тең болады 1 бөлінген d болады. Енді 24-ке келтіру үшін 3-ке көбейтіп жіберсем болады. Сонда жоғарыда 3, 2 бөлімінде алымында 1-ді 3-ке өткенде 3, 8 3-ке өткенде 24, қосу 24 бөлінген 1 тең болады 1 бөлінген d. Ортақ неге алып жіберсек 3 қосылған 1 тең 1 бөлінген d болады. Сонда 24-ті 4 тең 1 бөлінген d. Осыдан тастақ 24-ті 4-ке бөлеміз.
Бұнда неше болады? 6 сантиметр болды да. Аха. Жақсы, келесі. Келесі есеп линзаға байланысты екен тоже. Фокус аралығы. Ну, дәл жаңағыдай есеп та получается. Нені тауып аламыз, сосын екі немен қосамыз да получается. Мына 24 сантиметр. Қанша? Сонда 30 сантиметр бола ма соны? Жауап деген. Енді біз мына д-ны тауып алдық қой. Д-ны тапқаннан кейін мына f-қа қоса қойсыздар. Енді келесі есепте бізде мен тез бірыңғай есептер болса тастап кетейік. Енді биіктігі берілсе, биіктігі бізде получается дененің биіктігі, ну, в принципе, өздеріңіз таңдауға болады. Мысалы, мына дененің биіктігі. Потому что кейбір кітаптарда дененің биіктігін кішкентай ашты дейді, кейбір кітаптарда үлкен ашты дейді. Сондықтан ол ода таңдау жоқ. Ну, форма шатастырмасаңдар болды. Но биіктігі дененің 3 сантиметр дейді. Яғни дененің биіктігі бізде 3 сантиметр. Жинақшы линзаның қашықтықта орналасқан дейді. Дене д берілген. Денемен д деген дене мен линзаның арасында қашықтық. Оптикалық күшті деген 1 дптр, 4 дптр дейді. Кескіннің биіктігін тап дейді. Енді кескіннің биіктігін, значит, мен кішкентай ашты деп белгілеп алдым. Енді ары қарай осы есепті жалғастырып шығарайық. Жақсы, получается бізде ұлғайтылудың мынандай формуласы бар. Ұлғайтылудың, ну, бірінші былай бастайық. Оптикалық күш берілсе, бізде фокус тауып, бір бөлінген оптикалық күш деп 1-ді 4-ке бөлесіз. Сонда 0,25 метр немесе 25 сантиметрде фокусты қашықтығын тауып алдық. Енді одан кейін бізде мынандай формула бар. 1 бөлінген f тең болады 1 бөлінген d қосылған 1 бөлінген кішкентай f деген. Осыдан 1 бөлінген f бар, 1 бөлінген d бар, 1 бөлінген кішкентай f-ті табайық. Яғни 1 бөлінген f дейік, 1 бөлінген d-ні мына теңдеудің екінші жағына шығарып, мына жақта 1 бөлінген f кішкентай қала берсін. Бізде 1 бөлінген 25 азайтылған 1 бөлінген қанша? 40 болады. Тең болады 1 бөлінген кішкентай f. Енді получается екеуіне ортақ не бар бізде? Ортақ несін табайық? 80, 20. Ну, в принципе, былай тауып болады. Яғни f-ті тапқанда f пен f көбейтілген d ортақ көбейтіндісін, сосын d минус f-ті. Яғни осы ортақ бөліміне ортақ несінен бөлшекті бөлшекке азайту қосылу қиын болып жатқанда ортақ есебін тауып осылай жасауға көбейтіндісін азайтындысына бөліп деп, яғни мынаған f-тан білесіз, мынаған d-дан береді, мына жерден f-тан береді деген сияқты. Сонда получается f деген бізде қанша? 25 көбейтілген 40 азайтылған 25. Енді калькуляторымызды ашайық. 25 көбейтілген 40 ол 1000 болады. 40-тан 25 өткенде қанша? 15 бола ма? Онда 15-ке бөлсек, сонда қанша болады? 15, 66 ма? Примерно 66 да 7 примерно осыны жауап шығады екен да. Жақсы, енді мен қазір тікелей эфир болғасын басқа варианттарын қарап уақыттарыңызды алмайын деп отырмын. Одан кейін енді бізде ұлғайтылудың формуласын жазайық. Мынау 66-та 7 шықты одан, немесе 1000 бөлінген 15 шықты да, получается. F дегеніміз. Пока былай жазбайын. 1000 бөлінген 15 осылай шықты да.
ары қарай бізге енді нені табу керек еді? Кескіннің ұлғайтылудың мынандай формасы бар. F бөлінген D деген формуласы бар. Екіншісі бізде кескіннің ұлғайтылуын тапқанда, сызықтың ұлғайтылуын тапқанда. Ұмытпасақ бізде кескіннің бізде жаңа кескіннің несін кішкентай h деп белгіледік қой, кішкентай h-тың. Яғни кескіннің биіктігінің дененің биіктігіне қатынасы дейік. Осы екеуі. Шатас болсам осылай болу керек. Енді ары қарай осы екеуіндегі болған жерде 12 формуланы теңестірейік. F-тің қатынасы етсең, кішкентай h-тың үлкен h-қа қатынасы. Осыдан бізге кескіннің кішкентай h болатын болса, F-ті h-қа көбейтіп д-ға бөлейік. F деген бізде жаңа 1000 бөлінген 15 болды. H деген биіктігі қанша болды жаңа бізде 3 болды. Ал D деген 40 болды да. Сонда получается мынды өткенде 3000 астында 15-ті 40-қа көбейтсек 15 көбейту 40 600 да. Сонда 3000-ді 600-ге 3000-ді 600-ге бөлген кезде сонда 5 деген жауап шықты. Енді мына бәрі немен алып отырмық қой да, сантиметрмен алып отырғандықтан сонда 5 сантиметрге жауап шықты. Бар ма 5 сантиметр? 5 сантиметр немесе 0,105 метр деген жауап шықты. Жақсы, келесі. Енді 27-ге тоже ұзақ тоқталмай ақ қояйын, но былай есептейсіздер қараңыздар. Жалпы шашасы линза байланысты берілген кезде, шашасы линзаның фокусы минус болады, сонда 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген D, ну, кескінді жалған десе 1 бөлінген минус F те осылай өрнектеп алып шықсаңыздар болады. Орнына қойып жіберсек, минус 1 бөлінген фокус аралығы берілген 50 да тең болады. Енді мына есептің берілгенде айтқан дене мен линзадан алынған кескіннен екі есе кішірейді. Ну, получается, D дене мен линзаның арасында қашықтық, одан екі есе үлкен дейді да, получается, кескін мен линзаның арасында. Сонда 1 бөлінген D-ның орнына 1 бөлінген 2F деп қойып жіберейік, мынаны 1 бөлінген F деп қойып жіберейік. Енді бізге F-ті табу керек та, получается, F-ті тапсақ. Ну, осылай қала берсін, мына жақта пока что 1 бөлінген минус 1 бөлінген F деп, мына жерде 2-ге көбейтерім өздеріңіздің әдістеріңіз. Мынаны 2-ге өткенде 2, мынаны 2-ге өткенде 2F болады. Сонда минус 1 бөлінген 50 тең болады 1 бөлінген 2F минус, мына жер минус. Минус, ну, бір жақсыған бір неге алып жүрейік, сонда получается, қазір топта бермей отыр. Бізде не үшін 2-ге көбейтіп жатырмық бөлімінде алымда, потому что мына нені екеуін бір бөлшекке жинақтау үшін. Сонда бізде мына жерде 1 болады, мына жерде 2 болады. Ары қарай, сонда минус 1 бөлінген 50 тең болады 2F. 1-ден 2 алғанда қанша болады? Минус 1 бола ма? Минус болады ма? Минусты мына жерге мына таңбаның алдына шығарып отыруға болады. Енді сонда получается, мына жағы минус болса, енді получается, былайынан манағы айтқан сияқты былайынан көбейтілсе, тең былай деген осыны жазатын боламыз. Онда бөлшектің бөлімінде бірдей болса, алымда бірдей деген сөз 50 тең болады. 2F болса, F тең болады 25 сантиметр деген жауап шықты. Сол вариант. Келесі кеттік онда ары қарай.
шашаш линзада алынған кештің кішірейтілген төңкерілмеген жалған болады да. Енді шектік шағу бұрышына байланысты мынандай формула бар. Бір бөлінген альфа шектік деген. Осылай бір бөлінген, яғни 30 градус, 34 градустағы альфаның мәнін қоясыз. Сосын n-ді тауып аласыз. Ал n тапқаннан кейін манағы біздің универсальный формула бар. С бөлінген в деп. Осыдан v-ны табасыз. S бөлінген n деп. Одан кейін кеттік ары қарай. Соңғы салған сияқты. Егер д тең емес болса, кескін болмайды. Осымен біздің талдауымыз аяқталған сияқты. Вроде сау болыңыздар.